Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ыстық күнде шөл басатын турецкий лимонадтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен 2 апельсинімізді алып, тек қана сыртқы қабығын жеңілдетіп үкіштен өткізіп шығамыз. Апельсиннің ақ қабығын өткізіп жібермеңіздер, себебі ол өте ащы. Тек қана осындай сыртқы сары бөлігін ғана күштен өткіземіз. Міне осы апельсиннің цедрасын алып болғаннан кейін шекерді салып, екеуін араластырамыз. Содан соң үстіне осылай қайнап суытылған 5 литр су құйдым. Суды краннан қосуға болмайды, тек фильтрден өткізген немесе осындай қайнап суытылған су болу керек. Енді осы суымызды тоңазытқышқа салқындағанша жібереміз. Енді лимонадқа қосатын қоспамызды дайындаймыз. 2 апельсин, 3 лимон, осыларды сыртқы қабықтарын алып тастаймыз, ішіндегі сүйектерінен тазартамыз, сөйтіп блендерден өткізіп шығамыз. Блендерден өткізілген қоспамызды осындай жаңағы салқындаған суымызға құйып, барлығын араластырып, тағы да тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан соң, осындай ішіндегі апельсиндердің барлығын сүзіп алып, графиндерге құйып, қолдана берсеңіздер болады. Осылай ішіне мұз бен жалбыз қосып ішсеңіздер, ыстық күнде кәдімгідей шөл қандыратын, дәмі өте керемет болып шығатын сусын жасап ішіп көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.